Қыздар, міне мен сендерге разрезе көрсетіп тұрмын. Өте дәмді болып шықты. Шайға деген таптырмас, енді дүкеннің сырықтарынан еш айырмашылығы. Қыздар, сәлем. Бүгін ең оңай жасалатын сүзбелі сыроктың, яғни творожный сыроктың рецептін ұсынамын. Ол үшін бізге қажетті құрамдағы ингредиенттерді мен астына жазып кетемін. Жалпы бізге ірімшік қажет, кокос ұнтағы қажет, қант қажет, қант ұнтағы қажет, және де 100 грамм шоколад. Мен сүтті шоколадты алдым, және де 2 қасық күнбағыс майы қажет. Алдыменен ірімшігімізге мен үй ірімшігін алдым, майлылығы маңызды емес. Оған 2 ас қасық қантымызды қосып, қант ұнтағымызды қосып, араластырып аламыз. Кейін осы массамызға кокос ұнтағын қосып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Дайын массамыздан формалар жасаймыз. Мен сопақ үлгідегі формалар жасадым. Өздеріңізге байланысты жасайсыздар. Өздеріңізге қалай ұнайды, солай жасауға болады. Мен енді бірдей қалдырып емес, бірақ сопақша етіп жасауға тырыстым. Дайын массамызды тоңазытқышқа 30-40 минутқа қойып қоямыз. Тоңазытқышқа немесе мұздатқышқа қойып қойға болады. Дайын массамызды тоңазытқышқа қойып қойдым. Массамыз қатып дайын болған кезде шоколадты дайындай бастаймыз. Шоколадымызға 2 ас қасық күнбағыс майын қосып, микротолқында пеште ерітіп аламыз. Микротолқында пеште ерітетін болсаңыздар, әрбір 5 минут сайын міндетті түрде араластырып отыру керек болады. Немесе су банясында да ерітуге болады. Мұздатқыштан жаңағы массамызды алып, шоколадымыз еріді, ертіп алдық оны біз. Ағаш таяқшаның көмегіменен сүзбелі массамызды осылайынан жаңағы бекітіп аламыз. Соны шоколадты массамызға аунатамыз. Дәл видеодағыдай етіп жасайсыздар. Жалпы масса, шоколадты масса тез қатады. 1-2-3 минуттың ішінде сырты қата бастайды. Осылай барлық массаларымызды шоколадқа аунатып аламыз. Міне қыздар, осындай әдемі дайын болып шықты. Мен барын жасап болғаннан кейін кішкене тоңазытқышқа қойып қойдым. Сырты әбден қатты. Қазір шығалай екендігін көрсетемін. Қыздар, міне мен сендерге разрезе көрсетіп тұрмын. Өте дәмді болып шықты. Шайға деген таптырмас, енді дүкеннің сырықтарынан еш айырмашылығы жоқ. Өте дәмді болып шықты. Аз ғана ингредиенттен осындай шайға арналған тәтті десерт деп айтсам да болады. Ас болсын.